ойбай сендер ақша ұрлап жатқан бүйткен жаңағы сен сөйтіп жағдайын жасадың. Дәулет, неге дайындалмадың? Декретке миллион, баспанаға бағыт, аузы күйген халық өте көп. Дәулеттің қазіргі курсы осы дейсіз ғой. Барлығы жаңа айтқандай халыққа тегін жасалып жатқан нәрсе. Қарызсыз қоғам биыл 3-ші жыл қатарынан жұмыс істеп жатыр. Ақпан айынан бастап мен осы жобада жетекші болдым. Дегенмен хейт бар. Жұмыстан бөлек заказ деген нәрселер де болады. Қордың аты Дәулеттен, біреудің бір ақшасын алып, болмаса бір аманатына қиянат жасауға шыны керек мен өзім қорқатын адам. Жүрегін жауладым деп. Үстіндегі киімі бәрі есімде. Әйеліңізге 4 жасында ғашық болып қалдыңыз ба? Жоқ, енді ғашық деп балалық не ғой? Сол ең бірінші көрген есте қалып қойған ер адам көпір бола білу керек екен. Ер адам мықты көпір болса ғана ене мен келін арасында татулық болады. Тарап кеткен кусоктардан енді оны монтаж бар. Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Шынайыға қош келдіңіздер. Бүгін бізбен бірге студиямызда бұрынғы менің экс-әріптесім. Бүгінде бүкіл қазақ жұртына танымал Дәулеттен деген атаумен Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Дәулет Мұқаев. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, қош көрдік. Иә, қош келдіңіз. Сөйтіп, сіз деп сөйлей берейін бе? Бәрібір қалай ыңғайлы. Сен дұрыс шығар. Снайды айтып, армиясы келеді да маған, ой, мынау Есенәліге не жоқ деп. Сондықтан сіз деп берейін. Иә, өткендегі бір сұхбатта мен сен деген ол жерде де жазып тастапты да, неге сен деп отыр, сіз деп. Бірақ біз басында негізі келісіп алған едік жүргізушімен. Бірақ бәрібірде армия мықты. Қалай сондай болған? Мен құрдас адамдарға сен десем де өзінен үлкен адамға неге сіз деп сөйлемейсің деп. Сәрет әңгіме ол туралы емес, жалпы бізде қоғам қызық қой. Кейде, қоғамның қызық мінезімен әсіресе осы кезде бетпе-бет кездесіп жүрген шығарсыз. Әсіресе қарызсыз қоғам жобасының аясында мен видеолар көрем, таратып жүрген кезде соның өзін алғысы келмейтін, сол ақпараттың өзін қабылдағысы келмеу деген ситуацияларды. Енді екі түрлі ойлауға болады, өйткені қоғам қазір сенбейді, бір нәрсені түсіндіріп жатсам, бұның түпкі мән мағынасында бір ақша сұрау, болмаса бопсалау, болмаса бір алаяқтық деп шынымен де аузы күйген халық өте көп. Десе де, мынау Аманат партиясы жанынан әлеуметтік жоба ретінде қарызсыз қоғам биыл 3-ші жыл қатарынан жұмыс істеп жатыр. Және де осы жылдан бастап, ақпан айынан бастап мен осы жобада жетекші болдым. Және де осы халықтың сауатын ашу мақсатында, одан кейін білесіздер, қазір көптеген азаматтарда 90 күннен асқан просрочкалар болады, несиесі төленбей жүрген, соларға мүмкіндік беру, шоттарын аресттен шешу. Одан кейін біз өткен жылы парламентте заң қабылдағанбыз, жеке тұлғалардың банкроттық туралы заң. Енді сол білесіздер күшіне еніп, қаншама азаматтарымыз осы қарызсыз қоғамға хабарласу арқылы, мынау енді мен өзім білетін бір рекордтық көрсеткіштер болды. 45 миллион теңгеге дейін банкроттылық болып танылды сот арқылы. Ол жерде де екі түрі бар. Соттан тыс және де сотпен банкроттылық сот арқылы. Оның барлығы енді алған несиесінің сомасына байланысты, төленбеген мерзімі ескеріледі. Одан кейін ол адамның атында көлігі, үйі болмау керек деген секілді, сондай бір өзіндік шарттар бар. Егер ондай шарт қоймаса, елдерде бар, мысалға, мені несиемді өтеп береді екен ғой дейді, қайтадан несие алатын азаматтарымыз бар, мысалға. Естеріңізде болса, президент Тоқаев 2019 жылы 300 мыңға дейінгі несиеге бойынша, бірнеше мың адамның несиесін өтеу бойынша жарлық шығарды ғой. Сол кезде бәрі қуанды, бірақ арада 2 ай, 3 айдан кейін сол азаматтарымыз қайтадан несие алды. Енді бұл жерде әрине бір қиналғаннан алады деп топшылауға да болады. Бірақ бірінші кезекте қаржылық сауаттылықтың керегі маңызды. Өйткені ешкімді банкке сүйреп апармайды ғой. Және де сол қарыз алған адам түсіну керек, проценті жоғары, ертең күні мен оны бәленбай үстінен қосып қайтарам дейтіндей. Және де келісім шартты оқу бізде білмеймін 90-80% оқылмайды өкінішке қарай. Сондықтан да осы қарызсыз қоғамның да негізгі мақсаты халықтың сауатын ашу бірінші кезекте. Одан кейін арнайы сайт бар, қоғам.кз сайтында
яғни менің өткізетін тегін қаржылық сауаттылыққа арналған видео сабақтарым бар. Сол жерде бәрін алдын ала жазып қойғансыз. Иә, алдын ала жазып, адам тіркеледі, және де депозиттер, ақшаны қалай жинау керек, қарыздан құтылудың жолдары, кіріс, шығыс, отбасылық бюджет, мысалы мен осы уақытқа дейін айтып жүрген Инстаграм, әлеуметтік желісіндегі дүниелердің барлығын сол сайтқа салып, қазақ тілінде мен жүргізім, орыс тілінде Олжас деген жігіт, Ордабай бұрынғы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі. Сол жігіт орыс тілінде жүргізеді. Сондықтан оның барлығы халыққа кең көлемде тегін жүріп жатыр. Дәулеттің қазіргі курсы осы дейсіз ғой. Иә, курс десе болды, әйтеуір бүкіл неде декретке миллионмен болса да менің атым шығып жатады. Иә, баспанаға бағыт десе де шығып жатады. Кейде болады андай бір неге эмоцияға салынасың да, бірақ ойлайсың, яғни бұл да бір танымалдылықтың бір несі шығар деген секілді деп өзімді бір сабырға болмаса ақылға шақыратын кездер болады. Бұл жаңағы эмоциялар туралы жұрттың реакциясы кейінірек талқылайық оны. Қарсыз қоғамды көбірек пайдалы болсын, танымды болсын адамдарға, өйткені әлі де білмейтін адам өте көп. 100-дің бірі ғана біледі деп айтсам да болады. Енді жаңағындай болады, кейбір адамдар түсінбейді, көргісі келмейді, қойшы, айтпашы ештеңе деген секілді. Бірақ керісінше батасын да алғысын да алып жататын жағдайлар өте көп болады мысалға. Одан кейін сол Инстаграм әлеуметтік желісінің өзінде де тікелей эфирлерге кіріп, нөмірді қойып, қарсыз қоғамды елге түсіндіріп жатамыз. Ол жерде жаңа айтқандай бүкіл Қазақстан бойынша заңгерлер онлайн форматты, офлайн форматты. Онлайн форматты жаңа арнайы нөмір бар хабарласатын, офлайн формат болса, мысалға Аманат партиясының филиалына барады, өзінің аймағындағы. Сол жерде қарсыз қоғамның фронт-офистері дейді ғой, кеңселері барлығы бар. Ол былай емес пе, алғашқы 2 жылда қателеспесем жаңағы курстар болды. Бәрін жинап офлайн үйрететін. Қазір де солай болды ма? Офлайн қазіргі биылғы жылдағы ерекшелік мынандай онлайн формат қосылды, және де параллель түрде офлайн да бар. Және де былтыр былай болатын. Сіз ана курсқа қатысып 5 күн бойы қатысқаннан кейін барып сізге сертификат береді. Сертификаттан кейін барып сіз заңгерлердің тегін консультациясын кеңесін алатын едіңіз. Ал енді біз қараймыз, мониторинг өткіземіз, енді ол жердегі білесіз ғой, көп адамның счеты арестте тұрғаннан кейін олар жан бағып жүрген азаматтар 5 күн бойы оны сен сабақ оқы деп отырғызып қойған ыңғайсыз болады, көрдіңіз ба? Біз не істедік? Сол 5 күні босқа кетпесін деп онлайн форматты да қойдық, және де тіпті оқымай-ақ тікелей заңгердің көмегіне жүгінсін деп сол байланысты біз андай сертификатсыз-ақ тікелей жолын ашып бердік мысалға. Былай істей ма? Мысалы бір аймақ, мысалы бір Қызылорданың бір ауылы дейік, сояқта оқытып жатыр 3 жыл қатарынан. Статистика бар ма? Кредиттер азайды деген сияқты қарызда отырған. Әлде әлі ерте ме? Мен енді жоқ, ол статистиканы біз шығарып отырамыз. Мысалға, мен сізге айтайын, мынау 5-6 айдың өзінде шамамен 40 мыңнан астам адам оқыды ол нені. Енді сол заңгерлерге жүгіну арқылы жаңа жеке тұлғалардың соттан тыс банкроттығына 900-ге жуық адамның өтініші қарастырылды мысалға. Ал сот арқылы ол шамамен 60-ға жуықтады. Ол деген жаңа айттым ғой, сот арқылы ол ұзақ процесс, ол жерде жаңа кредиттің суммасы да жоғары болып жатады. Ал соттан тыс ол шамамен қанша 6 миллион 200 мыңға дейінгі сома ол соттан тыс қызметте бола береді. Ал енді шоты бұғаттан шешіліп, ол статистика күнде өзгеріп жатыр. Ол жерде шоты бұғаттан шешіліп, жаңадан график қойып береді. Сондай мүмкіндіктер бар. Төлемнің. Немесе тіпті банктерден тек қана банктың алған қарызын ғана ары қарай өсіп кеткен процент, банктың қосқан проценттерін бәрін алып тастайды да, тек қарызын ғана, негізгі сумманы ғана төлейтіндей мүмкіндіктер жасау. Енді оның саны өте көп. Себебі мен сізге айтайын, біздегі жаңа просрочка дейді ғой, просрочкаға жалпы өткен адамдардың саны 1 миллионға жуықтайды жалпы. Ал енді оның ішінде біз қойып отырмыз 90 күннен асқан азаматтар деген секілді. Ал енді жаңа банкроттық қол 1 жыл төленбеген несиелер. Сөйтіп адамдарды былай сұрыптайды ғой. Ол үшін арнайы колл орталық бар, хабарласатын
8700-855-85-85 деген нөмір. Бұл жерде сіздің аты жөніңізді, ұялы телефон, ЖСН-іңізді сұрап, ары қарай данныйларды заңгерлерге береді. Өйткені сіздің ЖСН арқылы ПКБ дейміз ғой, бірінші кредиттік бюроның базасы арқылы көруге болады. Сізде шынымен қарыз, қанша просрочка деген секілді, шотқа қатысты барлық ақпараттарды алуға болады. Бірақ енді сол қарызсыз қоғамнан керісінше хабарласатын адамдардың нөмірлері аяғы 86-86 немесе 87-87-ге аяқталады. Оны да айтып өткім келеді. Неге? Өйткені қарызсыз қоғамның атын жамылып, сол менің видео сабақтарымды да алып, елді алдап жатқан екінші бір алаяқ тобы бар енді. Мен оның сілтемесінде, несінде жібердік, бірақ өкінішке қарай ондай азаматтарды табу өте қиын. Себебі олар бір нөмермен ұзақ жүрмейді. Бір күн, екі күн ғана алдайды, ол нөмерді өшіп тастайды да басқа нөмер алады мысалға. Одан кейін енді VPN деген нәрсені пайдаланып жатады, енді өзіңіз де білетін шығарсыз. Сондықтан өте қиын. Сондықтан алданып қалмаңыздар деп айтқым келеді. Және де мен өзім тікелей несие жаппаймын. Оны мені жаңағы бүйтеді. Мен хаттарында көрдім оны. Мен қазір парламентте отырмын. Бізде осындай заң шыққан, осылай несиесі көп азаматтардың несиесін жабу, бірақ сол несиені жапқанын қаласаңыз, қазір 10 мың, 20 мың, 30 мың комиссия төлеңіз дейді мысалы, ойыншы. Негізі алаяқтықта жүрген адамдарды мемлекетке қызмет ететін болса, олардың креативі да менің ендеше кейде тек қол соғуға ғана қалады. Өйткені үнемі жаңарып отыратын жұмыс жүйелері, операционный жүйелері супер. Мен де айтамын, анау алаяқтар дамыған сайын біз керісінше екі есе даму керек. Бір қадам алда жүруге үйрену керек, дағдылану керек. Қарызсыз қоғамның ең бірінші маусымы жағы тесттік режимде болған. Пилоттық режим жобасынан кейін қорытындысында болған едім. Сол кезде қателеспесем, ұмытып қалмасам, бір көп балалы ана тым қатты кредиттің жаңағы балшығына батып кеткен кісінің мүлдем кредиттерін жауып беруге көмектесті деген сияқты ситуациялар болды. Қазір бар ма ондай? Бар ғой. Мынау мен білетін мысалға Қостанай облысында бір зейнеткердің алаяқтарға алданып қалған ғой сол. Сөйтіп, оның да несиесін банкроттылыққа жіберіп, толығымен өтеп берді, толығымен төленді. Одан кейін көп балалы ана, ол көп ондай кейстер, ол тек қана несиесі жабылып, болмаса жаңағындай шот аресттен шығып, қана емес кәсіп бастап кеткен азаматтар бар мысалға. Одан кейін енді қазіргі кезде сәл тоқтап тұр, ана ауыл аманаты. Бірақ өткен жылдары ауыл аманаты бағдарламасы аясында да төмендетілген кәсіпке несие алып, төмен пайызбен сөйтіп кәсібін бастаған азаматтарымыз бар. Яғни андай не болмау керек. Ой, мен қарыз екенмін ғой, бітті, өмірден түңіліп, болмаса суицидке барғысы келіп жататын азаматтар болады мысалға. Менде де бір кейс болды өзімде. Айгерім деген оқырманның өзі Инстаграм дайрегіне жазып, мен асыл емес, суицид жасағым келеді. Осындай 16-шы қабат па, 14-шы қабатта мен жоғарыда тұрмын деп тұрып, кәдімгідей суретін жібереді. Сосын енді кешкі уақыт қараймын, соны бірден жаздым, мен сізге не болып қалды десем, менің құрбым менің атымнан кредит алған дейді. Сол кредитті мен де басында төлеп беремін деймін, бір айын төлейді, 2 айын төлейді, мүмкін, кейін төлемей қойған, онысы сол просрочка кетіп қалған, сөйтіп, енді онымен бүйтіп сөйлесіп отырып, анау шыққан этажынан төмен түсір, бірақ енді ол дәл осы қарызсыз қоғам жобасы аясында емес, бір 3 жыл бұрын болған оқиғада. Менің айтқым келетіні бұл жерде енді, сіз бәрібір несие алатын болсаңыз, бірінші кезекте жауапкершілік өзіңізде болу керек. Осыны елдер түсінсе екен деймін. Сосын менің ең жиі айтатыным, ешқандай достарыңызға, жаңағы құрбыларыңызға, тіпті туысқанға да алудың қажеті жоқ. Өйткені бір күн, 2 күн кешіктірсе, сол адамдардың арасында алауыздық, араздық пайда бола бастайды. Одан кейін анау ашуланады, төлемеймін, ал не істейсің десе, шынымен сіз дым істей алмай қаласыз. Өйткені несие сіздің атыңызда, келісім шартқа өзіңіз қол қойдыңыз, болды. Міне көрдіңіз, жаңа Айгерім деген оқырманның кейсінен, оқиғасынан түсінетін нәрсе, ол біреуге
сеніп сол жаңғырғым дейді мен не үшін алып берсің 11 жыл бойы араласам мен айтамын 11 жыл түгіл мен мысалға қанша елге баспанаға бағыт беріп айтып жүрдік аймақтарды араладық тіпті бір анадан туған ағайындылардың өздері мынау үлкен кісі әкесі шешесі айтқан кезде доля дейді ғой үйге таласып жатады ол ар жағынан келіндері де шығып жатады бізге де бір нәрсе бұйырмай ма бізде мына жақта неміз ғой деген секілді сонда тіпті мен бір нені көрдім мына бір ауданда үй ғой анандай ЖК емес те жай бір жеке үй енді оның бір нарықтағы құны мен ойлаймын 4 миллион шығар енді бірақ білесіз ба соған 8 адам таласып жатыр да мен айтам әй соны отказ бересің менен консультация алған адам бар ғой мен айтамын да сіз содан отказ бере салсаңыз не істейсіз енді анау жарайды мен сұраймын нарықтағы ауылдағы бір үйін айтып жатыр да сол ауданда ма 4 миллион ары кетсе дейді мен айтамын 4 миллион 8 адам таласып алса 500 мыңнан ғана айналады ғой десем жоқ мен сол 500 мыңнан да нем болу керек үлесім болу керек деген сияқты көрдіңіз бе сондықтан неше түрлі отбасылар бар неше түрлі адамдар бар алдын көрсе жолдан таяды дейді ғой енді қарызсыз қоғамда адамдардың көбірек түсінгенін қалаймын да сонымен қарызсыз қоғамның курсынан ақпараттануға өзінің жаңағы қарыздарын жабудың реттілігін үйренуге кем дегенде қаржылай сауаттырақ болып сондай жаңағы шұңқырға енді түспеуге ниет бар мысалы осы жерде отырған 10 мың адамның 10-ы дейікші не істейді бірінші қадам? Бірінші қадам егер де ол адамда ешқандай мысалға несие болмаса тіпті несиесі бола тұрып уақытымен төленіп жатса менің беретін кеңесім қоғам.fi.kz сайтына кіріңіздер кәдімгі логин парольмен тіркелесіз де тегін видео сабақтарды қараңыздар оның барлығы тегін түрлі тапсырмалармен орысша айтқанда заданиялар дейді ғой мысалы сондай тапсырмалармен тұрған дүние соны көру арқылы сіз өзіңіздің де бір қаржылық сауаттылығыңызды арттырасыз әсіресе балалармен бірге көріңіздер деп айтқым келеді түсінікті тіл түсінікті қарапайым жалпақ тілде енді мен білесіздер мүмкін бір артықшылығым шығар анау сабақ нелерін түсіндірген кезде Мырқымбай Бәтима деген өмірлік бір мысалдармен салыстырмалы түрде енді мен анау банктың тілімен емес халықтың тілімен көп нәрсені түсіндіремін одан кейін егер де сізде жаңа айтқандай просрочка 90 күннен асқан төлей алмай жүрген несие немесе шоттарыңыз аресте болатын болса жаңағы айтқан колл орталық яғни 8700 855 85 нөміріне хабарласу керексіздер бірақ бірден айтам адам өте көп хабарласып жатқан қазіргі кезде өйткені елді ақпараттандыру мақсатында көбірек жұмыстар жасалып жатыр кішкене күту керек тіпті кейбір адамдардың мынау хаттарына байланысты 1 ай 1,5 ай болып жатыр қазір міне күніне қанша адам хабарласады жоқ дегенде 2000-3000 адам бүкіл республика бойынша жаңағы номерге бірақ енді кейбір адамдардың бәрі просрочкада емес іші пысып болмаса ана бір нені номер көреді жазуын бір жерден көреді сосын сіз қарызға ақша бергелі жатырсыздар ма деп мысалға хабарласатын адамдар болады немесе хабарласады да мысалға сендер неге ана банктердің бәрін жауып тастамайсыңдар неге ондай деген сияқты көрдіңіз бе ол жердегі мысалы 3000-ға жуық адам хабарласқан дедік пе оның барлығы не емес бірақ шамамен соның ішінде өте қиын жағдайдағы азаматтарда кездесіп жатады одан кейін енді негізгі сол колл орталыққа болмаса жоқ мен ешкімге хабарласпай маған онлайн өмір ұнамайды дейтін азаматтар бар енді ол көбінесе ересек адамдар онда жаңа айтқандай аманат партиясындағы филиалға барып жұмыс уақытында деп айтқым келеді өйткені өткенде менде бір кісі жазады маған жауап бермейді деп кәдімгі болады ғой неше түрлі адамдар айтамын сағат қараса сағат 10:30 ғой деймін де 10:30-да сізге ешкім жауап бермейді бұл жердегі колл орталықтың несі 9:30-нан 7-ге дейін ғой деймін қателеспесем жұмыс істейтін уақытта сол аралықта хабарласып немесе WhatsApp-на жазу керек одан кейін жаңа анау счет арестке түскен азаматтардың мынандай байқадыңыз ба өзіңіз таксиге отырған кезде кейде енді әйеліне аударады әйеліне болмаса басқа бір адамның атына аударады такси курьер бәрі сондай мен сөйтіп сұрайтын болдым не үшін аударасыз десем айтады менің счетым аресте бірақ мен айтайын осы мен өзім таксиде жүріп бір 9-10 адамның шоты шешілді кәдімгі қарызсыз қоғам несімен кейін де
анау перевод жасаған номер қалады ғой. Дәулетті тасуға асығыңыздар. Ол жақта да көп оқырмандар жүреді. Сол кезде алғысын білдіріп жататын такси жүргізушілері де көп болды. Яғни бәрі мүмкін, бәрі қолжетімді, мүмкіндігінше енді қашпау керек. Біз анау қарыз алып аламыз да банктен қашып, керісінше жағдайыңыз төмен ба, қиындап қалды ма, 6 ай жұмыссыз болып қалдыңыз ба, мүмкін 3 ай жұмыссыз болып қалдыңыз ба, заңды түрде жазып, ұлттық банкке хат жазып, өтінішпен, міне мен қашатын адам емеспін, менде осындай жағдай болды, менде мысалы мынандай диагноз болды деп, көрдіңіз бе, сөйтетін болсаң, банкте сізге навстречу дейді ғой, сіздің де алдыңыздан шығып, сізге жол ашады. А бізде не істейміз? Айбай, теспе, кейде анау жаңа айтқандай 86-86 немесе 87-87 нөмірден хабарласады ғой біздің адамдар. Алмайды. Кейін маған жазады Инстаграм маған, хабарласпады дейді. Мен оны скриншоттаймын да, командадағы балаларға жіберемін, менеджерге. Неге сендер? Сосын маған көрсетеді. Міне біз 8 рет звондағанбыз дейді, мысалы, алмайды дейді. Сосын ана кісіге мен нетем, қайтадан шығамын. Міне сіз 8 рет звондап алмапсыз ғой сен. Осы нөмір ме? Мен ана коллектор звондап жатқан шығар, немесе мошенниктер звондап жатқан шығар, алған жоқпын дейді. Көрдіңіз бе, сондай сөйтіп те күйдіретін адамдар бар. Коллектор хабарласатындай деңгейге кетіп қалады ғой, қарыздар. Одан кейін енді негізі заң аясында коллекторлар қорқытуға, сені ұрып кетем, мынау қолында айфоның болса, сен оны ломбардқа тапсыр, сөйтіп те хабарласатын адамдар, қорқытатын коллекторлар бар екен. Бірақ мен көрерменге айтқым келеді, оның барлығы заңсыз әрекет екенін түсіндірмейді. Егер де сондай фактілер тіркелетін болса, кәдімгідей диктофонға, болмаса скриндарын нетіп, арыздануға болады. Ол кезде сіз толығымен өздері қарызда отыр. Өздері ана қашан ойбай шықпа жаным, шықпа тимесе екен, ешкім хабарласпаса екен деп отыр. Оған коллектор келіп, жаңағыдай қорқытып тұрса, ол оның үстіне жүзіп кетіп хабарласпайды. Ол қорқады, оған мысы жетпейді. Жалпы қарыз деген нәрсе сондай ғой. Қарыз деген нәрсе сен энергияңды алып қояды. Иә, мысқалдайды. Қарыз, соны түсіну керек те. Егер сенің энергияң көп болып, ақша көбірек тапқанын қаласаң, негізі адам қарызға жоламау керек. Максималды түрде барлығын есептеу керек, өзінің шамасына қарай алу керек, өзіне деген жауапкершілікті сезіну керек. А бізде өкінішке қарай жоқ. Енді қарыз ол болашаққа өзіңе жасаған өзің ұрлықшысың ғой, өз болашағынан өзің ұрлап атқан сияқтысың. Ор қазғандай боласың. Енді былайынша алып қарағанда, Дәулет, осы әлеуметтік блокта жүргеніңізге өте көп болды. Әуелі жаңағы басқа курстар, үй алу туралы көмектесу, консультациялар бар. Жалпы бір 7 жыл, 8 жыл болып қалды, 2018-19-да басталды. Шамамен 6-7 жыл болып қалды. Біраз уақыт, белгілі бір ұрпақтың белгілі бір деңгейде сауатты болып қалатындай уақыт. Бірақ мен енді қазір мен осыны айтсам, мен жексұрын болам. Жаңағы иждивение дейді ғой, масылдық. Оған айттық, бүкіл қайырымдылық қорлары үй таратып кетті, бәрі масыл болып кетті. Үй таратқандарға неге бәріне үй тарата бересіңдер десек, ойбай сен көре алмайсың деп тағы жаман боласың. Үйретіп атқан, қарызын құтқарып атқандар неге құтқарасы, адам сауатты болу керек қой десең, тағы жаман боласың. Бірақ осының бәрі әлеуметтік блокқа жасалып жатқан президент тапсырмасымен өте көп жұмыс болып жатыр. Негізгі фокус әлеуметтік блокқа. Мынау қарсыз қоғам болып жатыр. Басқа курстар, өте көп қаржылай курстар бар. Бірақ сұраныс аз, бірақ қарыздар әлі көп сияқты. Жалпы прогресс бар ма? Прогресс, енді мен үнемі айтамын, білімнің жемісі ол бірден бола салмайды. Ол уақыт өте келетін нәрсе. Біреуге 1 жыл керек, біреуге 5 жыл, біреуге жаңа айтқандай 7 жыл. Мысалға мен де айтамын, мен кезінде баспанаға бағытты бастаған кезде негативін шашып отыратын мен бір 2-3 оқырманды жатқа білем. Әлі күнге негативін шашып отырды. 7 жыл өтті ма? Сол әңгіме, сол неге бұлай емес, неге бұлай емес. Ал кейбір адамдар бар, өзі әрекет етіп, жарнаны жинап, одан кейін 50%-50%-дан артық жинағанда, қойш банкке мен қарыз болғым келмейді деп тіпті наличка алатын да азаматтарымыз бар да. Енді мені де сынайды, егер маған да айтады, сен ана өкіметтің адамсың, болмаса сен ана елдің барлығын ипотекаға тығып жатырсың, қораға кіргізіп жатырсың дейді. Мен оған етім үйренді, басында үйрене алмадым. Мен басында сондайларды оқып, Инстаграм жауып тастайтын едім де. Менің тұтқынымды босатқан қайсысы? Конияның сұлтаны, Алайдиннің уәлидесі, Исмихан сұлтан. Кім болсаң о бол. Тұтқын менің тұтқыным. Шахар менің шахарым. Мұнда тек менің үкімім жүреді.
енді ойлаңызшы, біздің жаңа қаржылық сауаттылықтың деңгейі төмен екенін біле отыра, біздің азаматтарымыз жарна қосымша ақша жинамайды да ғой, мәселе осы да. Иә, сенің ақшан жетіп жатса, ешқандай банктың есігін қақпа, наличка ал да ала бер. 20 миллионның, қалай сен 20 миллионның үйін наличка аласың, өзің қалтаңда бір 200 мың теңге артық жинай алмаса мысалы. Ондай азаматтарға не деп айтасың? Ондай азаматтарға айтасың: иә, сен дұрыс мақсат қой, дұрыс арманда, сен жаңағындай алып отырған табысынан, иә, мысалға жоқ дегенде 20 мың теңге, 30 мың теңге жинаудан баста. Мен өзім 2014 жылы үйге деп ең алғашқы мына банкке барып, ол кезде Жилстрой дейміз, енді тұрғын үй құрылыс жинақ банк, қазір Отбасы банк, соған ең алғашқы салымым 45 мың теңгеден басталған еді. Кейін 60 мың, кейін 70 мың, сөйтіп мен 4,5 жылдан кейін барып үйімді алдым, мысалға. Сол кезде енді мен өзімнің жүріп өткен жолымды қалай тиімді алу, оның да түрлері бар. Переплата жағынан, иә, мысалға, мен 14-15 миллионға үй алсам, маған банктың переплатасы 1,2 миллион ғана болды. Әдемі. Кейбір адамдар айтады, бірге бір қосады, 15 миллион үйін, 15 миллион неткен. Ондай да банктер бар, мысалға. Бірақ мен үнемі айтам, оның барлығын есебін шығару керек деп, есептеу керек. Енді мен жаңа айтқандай 7 жыл бойы өзі тыңдап, битіп келе жатқан оқырмандар өте көп. Күн сайын қазір маған жазады: үй алып жатырмын, кілтін битіп жатырмын, ремонт жасап жатырмын. Қуанасың да, сол кезіндегі сенің баспанаға бағыт беріп, елге жина дегенін зая кетпеген. Тіпті кейбір адамдар көшеде көреді да, маған мысалға суретке түсіп жатқанда айтады: сізді көрсем үй елестейді дейді, мысалы. Амбассадор. Иә, квартира елестейді, 3 бөлмелі үй елестейді. Ол жақсы, яғни халық сені солай қабылдайтын жақсы. Немесе маған айтады: сізді көрсем бір андай ұрсатын сияқты адам болып көрінесіз дейді. Маған бір жазады Инстаграмда өткенде: мен сізді сырттан көріп қалдым, суретке қатты түскім келді, бірақ бата алмадым дейді. Неге деймін, енді келе салмадыңыз ба деп сөйтіп жазсам, мен үйге ақша жинап жүрген жоқпын, сосын ұялдым дейді. Мысалы, көрдіңіз, сөйтіп те қабылдайтын азаматтар: сіз ұрсама деп ойладым дейді. Мысалға, енді ұрысқанда айтасың ғой, енді жинау керек. Өз ұятының айнасы болған ғой. Иә, сөйтіп маған жазып жібергенде, бірақ біз бір нәрсені түсіну керекпіз. Енді мен өзім депутаттықта отырып қаншама баспана мәселесінде жоғары жақта көтеріп жатырмыз, бірақ бюджеттің де мәселесі көңіл көншітерлік емес. Бюджеттің өзі дефицит, кәдімгі 5 триллион, қазіргі биылғы мынау 5 айдың өзінде, маусым айына дейін 2,8 триллион уже дефицит. Сонда әлі бізде 7 ай бар, әйгерім. Сонда 7 триллионға дейін биыл кетіп қалуымыз мүмкін деген сондай бір есеп қисаптар бар. Енді соның барлығын есептей келе бір нәрсені түсіну керек. Қаншама депутат ауысса да, қанша министр, қанша президент ауысса да, ешкім барлығыны мә саған үйдің кілті деп әкеп бермейді. Тірі адам тіршілігін жасайды, әрекетін жасайды, мынау қоғамдағы бар мүмкіндіктерді пайдаланады. Мен айтам, мысалға, қазіргі кезде үй алуға Наурыз бағдарламасы бар. Ол жай ғана тегін үй емес, жай ғана ол мүмкіндік үй алудың, сол мүмкіндікті пайдалану. Ол мүмкіндікті пайдалану үшін қандай шарттары бар, не істеуім керек, көрдіңіз бе? 10% немесе 20% жарнасын жинау керек. Соған қарай адам нақты бір мақсат қойып, соны бекітетін болса, ол жетеді. Мысалға, мен осы жерге келген кезде тугис картамен келдім, әйгерім, мысалға. Б нүктесі. Б нүктесіне келдім, тура сол жолмен жүріп, мен осы жерде отырмын. Тура сол секілді сіздің де қандай да бір мақсатыңызға жететін сол картаның бір жолы бар. Бірақ енді сол жолда да кейде айланып жүресіз, кейде тура жүресіз, кейде кептеліске тұрып қаласыз. Біреу үй алғанда 5 жыл кетеді, біреуге 3 жыл, біреуге 10 жыл кетеді. Бірақ бәрімізге берілген уақыт бір ғой. Бәрімізге берілген уақыт ол 24 сағат, 7 күн дегендей. Сондай күш беріледі, сондай ақыл, сондай бас беріледі, сондай көз. Бірақ әркім әртүрлі қолданады. Былай жалғанда базаның базасы ғой, мынау бар ғой, айтылып отырған ақпарат. Осы жерде мультимиллионер де болды, орта деңгейдегі B2B-дегі адамдар да болды, B2C-дегілер де болды. Негізінен жаңағы әңгіменің жалғасы ретінде бизнес, егер пирамида масло деп қарайтын болсақ, орта мемлекеттен
үміт үзген сияқты көрінеді. Әңгімесін қарасам, өйткені субсидия жоқ, мемлекет кәсіпорындарды қолдамайды деген сияқты өте жиі айтылады. Халық мемлекеттен мүмкіндікті ғана күтіп отыратын сияқты да. Жалпы заңды құбылыс қой, енді өте жиі болып жататын, көп мемлекеттерде болып жатады, ол тек бізде ғана емес. Содан енді нәтиже шыға ма, астыңғы бөлік екіншіге деңгейге өтіп жатыр ма деген менде позитивті прогресс күту, үміт. Салыстырмалы түрде, мысалы, мен жай бір нетейін, мысалға. Өйткені бюджеттің бұлай үлкен ямалар содан болып тұр ғой. Енді тиімсіз басқару да бар кейбір салаларда. Одан кейін біздегі жаңағы ақшаның басым бөлігі негізі шыны керек әлеуметтік салаға кетіп жатыр. Біз әлеуметтік мемлекет болып бара жатырмыз мысалға. Негізі жаңағы дамыған мемлекеттердің несін қарасан, оларда ол структура керісінше олар инфрақұрылымға береді, болмаса туризмді дамытуға береді. Бізде бюджеттің негізгі қазақшадан аударғанда үлкен бөлігі сол әлеуметтік салаға, әлеуметтік мемлекет болып бара жатырмыз. Сондықтан да бұл да негізі ойланатын да, ойландыратын да нәрсе. Бірақ салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, енді Аллаға шүкір, мен осы уақытқа дейін Америкада да, Еуропада жалпы 24 мемлекетте болдым ғой. Солардың халқының өмір сүруі, ол мемлекетте жасалып жатқан жағдайды қарап отырып, біздің елде кәдімгідей шүкір бізде мүмкіндік көп екен ғой деп бағаны қорықпай ұялмай мен бере аламын. Жоқ, мүмкін тек Астанадағы бабылдан көзқарас шығар. Әлде аймақтарда? Жоқ, аймақтарда да бар. Оны тек қана Астана деп қарамадым мен. Мен мысалға Қазақстан мемлекет, яғни қазақстандықтарға, Қазақстан азаматына қандай мүмкіндік беріліп жатыр деген оймен қарадым. Мысалға, осы біз парламент президенттің бастамасымен білсе, ұлттық қор балаларға деген жақсы бір жоба. Ол 18 жасқа дейін инвестициялық байлықтың, инвестициялық табыстың 50% теңдей, бізде қанша 7 миллион бала ма мысалға, соларға тең мүмкіндік ретінде беріледі. Оның өзі бір жақсы бағдарламалардың бірі деп айтуға болады. Жалпы гранттар жоғары білімге деген, көп мемлекетте грантта бермейді онша. Бірінші, төртінші сынып балалары тегін тамақтанады мысалға. Сондай нелері бар. Десе де енді менің бір сол парламентте айтып жатқан нәрсем қатты орындалып жатқан жоқ. Бірақ енді ол да мүмкін орындалып қалса күшті болады деймін. Жас отбасыларды қолдау бағдарламалары өкінішке қарай біздің елде аз. Аренда үйлер ол енді ыңғайсыз ба? Ол Алматы, Астана, 3 қала, Шымкент 1000 ғана азаматқа беріледі. Тек белсенділер ғана алады. Енді бал жинайды, ол жерде бұрын 5 жылға беретін, қазір 3 жылға береді. Енді 3 жылда сен ненді жинайсың дегенде, бұл жерде бір мынандай жас отбасыларға мотивация беретін, кейін олардың бала шағасы көбейген сайын мүмкін несиенің болмаса переплатаның да пайызы түсіп мемлекеттен субсидия болатын болса. Өйткені бізде ажырасу деңгейі өте жоғары біріншіден. Екіншіден ол әлеуметтік салдары да қиын. Өйткені мен бір сөзім бар, 5 сағаттық тойға 5 жыл төлейтін кредит алдым. Шамаң жетсе, мейлі стадионда жаса, ал енді шамаң жетпей ме, ұят болады, анау не айтады, мынау не айтады, ертең күн жоқ. Бір азайған сияқты қазір. Бар десе. Енді ол мүмкін үлкен қалаларда қатты білінбейтін шығар, бірақ мынау оңтүстік өңірлерде күнде той ғой, енді байқасаңыздар. Үлкен тойханалар ашылып жатыр, тоқтамай әлі де бар. Пандемия бізге қатты бір, мен ойладым енді, шыны керек, пандемия кезінде мүмкін бізге бір мынау той дәстүрінде бір не алып келетін шығар деп ойладым. Бір өзгеріс, трансформация, жаңалық жоқ. Біз сол пандемияда кішкене бейтіп жинақтала бастадық та, қалай пандемия бітті, қайтадан сол өзіміздің 200 адам, 300 адам, кейбір жақтарда 500 адамға дейін шақырып, одан кейін сол ұят болмасын деп сол несие алатынға мен қынжылам. Ал енді жақсы жағдай бар ма, қайда жасаса да мен оған басымды ауыртпаймын.
Казах беспонтовый казах дейді ғой. Ана инфобизнестің бұл жерде кішкене ықпалы да болды. Ана бәрін аста төк әдемі қылып, фейк болса да жылтырақтарды көбірек тағып, жалға көлік алып, оны суретке түсіріп деген сияқты бір кездерде болды ғой, бір поток. Ол да адамның психологиясын бұзылуына әсер. Менің бір байқауымша кейінгі кезде бір түрлі, білмеймін, мен тек қана сондай бабылда жүрмін ба, бір түрлі бір сауаттырақ, жаңағы тойды аз өткізетін, аз адамға өткізетін, әлде мен есейдім, бәрін жақсылық көре бастадым ба, білмеймін. Азайған сияқты болып көрінді. Мүмкін енді әр неде әртүрлі. Оптимист болайық. Қаржылай махинацияларға қатысты. Бір пост салсаң, астында міндетті түрде ИП жабу бірдеңе деген жарнама, сосын аресттен счетты шығарып беремін, жалға счет бере тұрамын, кәсіпкерлік алып беремін деген жарнамалар тұрады. Олар қалай жұмыс істейді, не істейді, бұл не қылған нәрселер? Енді олар былайша айтқанда қарапайым тілде обналичка дейді ғой. Болмаса сіздің ИП-іңіз бар, сол ИП-іңізді арендаға алады да, дүкен сатып, кейін сіз НДС-ға өтіп кеткен кезде сізді лақтырып жібереді деген секілді. Аресті қалай шешеді олар? Арест шешу деген жаңағы қызметтер ғой. Мысалға банкке хат жазу мүмкін, делдалдық енді өзінің білімін нету арқылы. Шыны керек, кейбір азаматтар өтініш жазу білмейді. Мысалға, мен өз көзіммен көрінді. Мысалға, бір кісіге мына жерге үйіңізді, ЖСН-іңізді жазыңыз деп нетсем, қағазға жазып жатыр ғой. Қолымда куәлігі бар. Ол қайда дейді маған. Оны қай жерден табамын дейді мысалға. Ол міне тұр деп көрсетесің де кейбір адамдарға. Сондықтан енді мүмкін бұл да бір заманның ағымы шығар. Десе де, бірақ мен не айтып өткім келеді. ИП-ні жалға беру, жаңағындай обналичка жасау, ол бәрібір заңсыз. Біз осы жақында ғана парламентте сол заң өтті сенатқа қарай. Енді ол қабылданып, президент қол қойып жатса күшіне енеді ғой. Дәл осы обналичка жасау болмаса жаңағы ИП-ларын арендаға беру, олар да қазір қомақты түрде жазасын айыппұлын алатын болады. Сондықтан халыққа да құлақ қағыз. Өзіңіздің ИП-іңіз бе, өзіңіз ғана жұмыс істеңіз деп айтқым келеді. Бір депутаттық сауалды есіме түсірмей отырмын, нақты кім жасағанын. Алиментінің азайтып беретін бір курс бар екен. Ана декретке миллионмен деген сияқты. Алиментте төлейтін ақшаның азайтып берем деген еркектерге арналған курс, оны бәленбай адам сатып алды дегенді естігем. Депутаттық сауал қателеспесем. Осындай дүниелер заң жобасына кірді ма? Осындай махинацияларды әшкерелеу мүмкіндіктері? Бұл жерде жаңағы алимент енді мен бір ғана көбі пенсионкамен реттеледі оған. Ол жердегі не сол ИП-ға жалдамалы жұмыс ретінде көрсетіп, тек қана 85 мың минималды айлық алам деп, соның 25%-ын, мен бір бала болса, соның ғана 25%-ын ғана төлеп отыратын ер азаматтарды мен мысалға кездестіргем. Енді қазіргі таңда оның барлығы не ғой? Пенсионкамен реттеліп отырады ғой? Реттеледі. Егер де ИП емес, мысалға ол ИП-да сөйтіп тіркеліп алып, бірақ басқа жерде 300 мың, 400 мың алатын болса, ол қазір барлығы автоматтандырылған жүйе. Мысалға мен айтайын, біздің де тіпті алимент төлейтін әріптестер де бар. Автоматты түрде жалақысынан алынып қалады. Өйткені система солай құралған мысалға. Ал енді жаңағы сіз айтқан ол сол ИП-ға тіркелу арқылы қалған ақшасын ол видимо наличка алып жұмыс істеп сөйтіп отырған да азаматтар. Бұл жүйенің қалай жұмыс істейтінін білеміз ғой енді бәріміз. Заң жобасының ішінде осындай заңсыз өзіне кіретін табысты көбейтетін немесе керісінше шығынын азайтатын мүмкіндіктер пункттерде қарастырылған ба? Нақты детальдар бар ма? Өйткені заңдағы детализация көп нәрсеге әсер етеді. Жоқ, ол тек қана сол пенсионкамен ғана реттеледі. Енді ол жаңағы сен наличка алған, ол ертеңін ол ешкім дәлелдей алмайды мысалға. Ал егер де ол заңды түрде жаңағындай сізге 10% жарнамен пенсионка кетсе, ол сол система, сол жүйемен кетеді мысалға. Ал жаңа айтқандай ол мысалға таксист болып жүріп те ол наличка алып, мен бүгін күнде ештеңе таппадым десе де, оны дәлелдеу қиын, оны сіз сотпен де дәлелдей алмайсыз мысалға. Мысалға мүмкін емес жағдай болады. Бірақ мен үнемі осы бір жаңа айтқанда әлеуметтік салада мен нені айтқым келеді, жауапкершілік мәселесінде. Енді алимент деген ол әйелге беретін ақша емес қой негізінде. Ол сенің өзінің ұрпағына, өзінің сол
қанына беретін не, бірақ оны көп адам сезінбейді де, көп адам ойлайды енді сол әйелім құртып тастайды болмаса десе де енді алимент төлемей жүрген негізі әйелдер де бар статистикада негізінде екі жақты да қарайтын болсақ, бірақ енді ер азаматтарымыз көп ондай жағдайда. Екінші әйел алып алады, бірінші әйелдің балаларына дым бермейді дегенде жағдайлар кездеседі. Бірақ енді мен осы жағдайда айтқым келеді, сондай бір жауапкершілік бірінші кезекте ер азаматтың мойнында болса екен деймін де. Өйткені ол алимент ажырасып кеткен әйеліне беретін ақша емес, алимент ол сенің ұрпағына, балаңа берілетін ақша. Бұл сондай қарапайым база, бірақ бар ғой, бұл да қайтадан жаңағы иждивение дейді ғой, қайтадан сол бала мінезділікке алып келетін сияқты. Өйткені ересек адам бәрібір жауапкершілікті түсінеді және ол саналы түрде өзінің ұрпағын асырайды. Ол өз ұрпағын асыраудан қашқақтау, ол қайтадан өзін әлі ересек сезінбеу дейді ғой, сондай қалып келетін сияқты да. Не нәрсе ғой? Жалпы адамның бойында жауапкершілік пен сенімсіздік, осы екі нәрсе болмаса, ол жаңа айтқандай бүкіл өзінде болып жатқан проблеманы, өзінде болып жатқан жолының болмауы, өзінде болып жатқан қиындықтардың барлығын ол біреуден ғана көре береді болды. Иә, қазір рухани мәселеге көшеміз кішкене. Мен жаңағы мәжіліске қарай бір барып қайтайық. 98 депутат бар, иә? Мәжілісте, иә. Депутаттық сауалды оқитын депутаттар болады өзі. Кадрда, трибунада сөйлеуге бейімделгендер болады. Мүлдем сөйлемейтіндер, комитетте негізінен қара жұмысты сері кардинал дейміз, атқарып жүретіндер болады деген сияқты. Жалпы осы депутаттық сауалдардан нәтиже бола ма? Болады. Мен мысалға бүгін ғана салдым. Қаржы пирамидасына байланысты самокат. Әсіресе Ақтөбе жақта көп болды, Қызылорда жақта көп адам кіріп, мынандай шетелдік компания, HRT деген компания ғой, соған самокат жүрген сайын арендаға береді, қаланы айналады, соған ақша түсіп отырады, артынан адам тіркейсің, бүйтесің, сөйтесің деп мысалға. Мен онда әлеуметтік желіге де жаздым, қаншама кірген адамдардың бәрі мені қарғады мысалы. Ой, сен қазақтың баяғын көре алмайсың, анау деп мысалы. Соның алдымда құрсыншы деп бірден бас прокурорға депутаттық сауал жолдадым мысалға. Соның нәтижесінде бір айдың ішінде ол толығымен тоқтады. Қазір кешеде ресми ақпарат шықты. Басқа қаладағы офистері барлығы жабылып, сот процесі жүріп жатыр деді. Басталып жатыр деді. Енді бұның өзі қаншама адамның алданып қалмауына алдын алу ғой айналып келген кезде, мысалға. Одан кейін менің өзім бір нететін жаңағы депутаттық сауалда лагерь мәселесінде енді балалардың демалыс орны деген, мысалға байқасаңыз соңғы 2 жылда оларға тексеріс қатты күшейді. Білесіз бе, алдыңғы жылдары мынандай жағдайлары болды. Балалар лагерьге барды, Моншада лагерь жасады, Жертөледе лагерь болған деген секілді сондай көп жаңалық шығатын. Соңғы жылдардағы жаңалықтарда ол жоқ, мүмкін азайды десек те болады. 90% азайды делікші, мүлдем жоққа шығып, мүмкін барда шығар енді, бірақ тексерістер өте қатты күшейді мысалға мен өзім нететін жаңағы. Бірақ депутаттық сауалда жаңа айтқан баспана мәселесі өкінішке қарай жастардың, соның ішінде жалдамалы пәтер мәселесі оңынан шешілген жоқ. Өйткені енді үкіметтің өзінің позициясы бар, ол тұрғысынан жастардың аяқ қолы бар ғой, күші бар, энергиясы бар, жұмысы бар, неге олар жинамайды дегенде мысалға. Біздің де өзіміздің есебіміз болды, олар пандемия кезінде үйде отырды, жинай алмады деген десе де, мен айтам, кез келген неде не үкімет жеңеді, не біздің депутаттық парламент жеңеді деген. Кез келген нәрсе, білесіз ғой, талас тартыс, айқай шу. Негіз парламентарийде енді кішкене уақыт болса да жұмыс істедім ғой. Сол кезде былай үкіметке жолданады ғой депутаттық сауалдардың басым көпшілігі. Бұл кәдімгі трибунадан сөйлейді, әдемі сөйлейді, ол кесіліп алынады, сосын жаңағы сәрсенбі күні мәжілістен кейін, бейсенбі күні сенаттан кейін жаңалықтарда көрсетіледі, желіге салынады. Имидждік тұрғыдан ол әдемі көрінеді, иә? Бірақ жауап үкіметтен
біраз уақыттан кейін бір 2-3 сөйлем ғана келеді ғой. Бір айдың ішінде келеді. Енді 2-3 сөйлем деп айта алмаймын, бір беттік, бір беттік көлемде жібереді, бірақ сол немен кейбір жағдайда отписка келеді. Отписка келген кезде сен қайтадан сол министрдің өзіне, өйткені тіпті мен білмеймін, сол министрдің бәрі отырып алып өзі жауап береді дегенге мен сенбеймін, себебі жұмыс топтары бар ғой. Біріне сілтеп тіпті оны ана хатты мен аны сізге жолдаған едім, оқыдыңыз ба деген кезде де бүйтіп қалатын жағдайлар кездесіп қалады, мысалға. Енді оның барлығы айналып келген кезде жаңағындай жұмыс процесі, одан кейін сол сенің мынау депутаттық сауалыңды оқып, мәселені айтқаннан кейін жеткізу ғой, шынымен де надан не болады, қалай болады, соны да бір ай көлемінде айтма жауап берді. Сол кезде де мен өзім тікелей министр болмаса вице-министрге де звондап, менің сауалым кетті, соған дұрыс нетіңіздер, мән беріңіздер деп солай қолайсыздар. Жұмыс топтары демекші, былай лобби бар негізі. Өйткені әріптестеріңіздің бірі, қазір енді атын атап түстемей-ақ қойын, сыртынан айтқан еді, белгілі бір заң жобаларын, мысалы, вейпке қарсы деген сияқты. Вейпті мүмкін болдау деймін, өйткені вейпті де қолдаған әріптестер болды. Өйткені ол бизнес бар. Жұмыс тобында, үлкен бизнес, ол жерде мен мысалға сіз болған жоқ сол топта, жоқ, вейптің несінде мен болдым ғой. Жаңа денсаулыққа қатысты мен өзім вейпке қарсы болғам. Тіпті біздің де кабинетке келді. Сол вейпті жақтайтындар, кәдімгідей Дәулет Төлеутаевич бір жерде кездесейік, кабинеттен бөлек, мысалы. Мен айтам, жоқ, мен бірден айтам. Менің де 3 балам бар, мысалы, мен олардың денсаулығын ойлаймын. Анау олардың өкпелері, саналары, денсаулықтарын улап, ұрпақтың несіне біз жарайды, қазір мүмкін көп ақша беру мүмкін, бірақ тереңнен ойласан, біз ұрпағымызды құртамыз ғой, біз халқымызды құртып жатырмыз, қазағымызды құртып жатырмыз мысалға. Бірақ жаңа айтқандай десе де, мынау жұмыс топтарында тіпті соны да қолдап шыққан азаматтар болды мысалы. Ол кезде бәрібір дауыс қысаласыз ғой. Сол кезде ұмытып қалдым енді, жалпы жұмыс тобында 17 әріптес болса, 11-де 6 болды ғау деймін есеп. Лоббидің негізгі мақсаты сол ғой, жұмыс тобына кіру ғой. Негізі Америкадағы, жалпы құрама штаттарындағы бүкіл сенат, бүкіл заң жобаларын алға жылжыту тікелей лобби арқылы жүзеге асады ғой. Лоббизм деген кәдімгідей мамандық сияқты ғой ол жақта. Бізде керісінше лоббизм десе қашады, шошып кетеді, шошып ондай емес деген төбе шаштық тұрады. Кейбір нелерде байқалады. Тіпті лудомания туралы, лудоманияға қарсы заңда да Елнұр Сабыржанұлы басқарған жұмыс тобы мен сезіндім, сондай бір психологиялық тұрғыдан энергиялық қысыммен жасалып жатқан шана. Кейде осылай бір нормаларды неткен кезде Елнұр Сабыржанұлы кабинетте қалыстық қоянды. Пейтіп, шешіп жүріп, шындап, бір телефондап, неге осылай, бұл неге өтпей жатыр деп жаңағы өкіметтің нелерімен көрдіңіз бе? Енді десе де жайлап, көшедегі жарнаманы азайттық, жарнаманы тек спорттық жарыстарда ғана көретіндей болдық. Одан кейін 10 жылға қазір шектеу болады. Мен тексеріп көрдім, мен жасырмаймын, менің таныстарымда да ойнайтын болды. Әлі де мүмкін ойнауы мүмкін, бірақ сол бір танысымды алып, Егов мобайлға кіргізіп, өз-өзіне запрет берді. Содан қызық болғандай, 2 күннен кейін мен айтамын да, беттерге кіріп көш логиндарына. Басшы, кірмейді екен. Қандай жақсы нәрсе, мысалы, көріңіздер ма? Қайтатын жол жоқ, ол максимум 10 жыл, мысалы 1 жыл, 2 жылға дегенде қоюға болады, бірақ максимум 10 жылға қойып тастады, мысалы 10 жыл бойы кіре алмайды оларға. Сондықтан бұның да бір жақсы жағы, кез келген заң шыққан кезде айтып отырмын ғой, біз бәріне жаға бермейді, болмаса бізді де жей береді. Өткенде мен Алматыда таксиге отырдым, сонда енді мен бір өзімдің оқитын оқырмандарым болса, мені жылы қарсы алады үнемі. Бірақ олардың бәрі сіздің фан тобыңыз емес қой, хейтерлер де бар ғой. Хейтерлер де бар. Бірақ бір көргеннен енді хейтер мүмкін 5% шығар енді. Мүмкін 6%.
қалғаны негізгі масса сол жылы қарсы алып сөйтеді. Ал енді танымайтын адам ба, мен деген ойбай, мен депутатпын, бүйтем, сөйтем, мүлдем айтпайды. жалауша қайда? Ау? Жалауша қайда? Енді мен бұл жерге бірінші кезекте адам ретінде сұхбат. Көп тағып жүреді, сосын сұрап жатқаным ғой. Жұмыс уақытым бітті, кешкі уақыт десең, сол кезде ана кісіге отырмын, соны әңгіме шығып кетті, соны қай жерде жұмыс істейсің, қалай ананы мен айтып келе жатырмын, содан депутат деп айтты мен, сөйтсем, бәріден ана агрессиясы басталды. Депутаттар. Менің тұтқынымды босатқан қайсысы? Конияның сұлтаны, Алайдиннің уәлидесі, Исмихан сұлтан. Кім болсаң о бол. Тұтқын менің тұтқыным. Шахар менің шахарым. Мұнда тек менің үкімім жүреді. Сөйтіп ұйықтап отырамын дедіңдер, андым. Мен айтамын, аға неғып үйтіп айтасыз деймін, мысалға. Содан бүйтіп келе жатамыз. Соны мен айтамын да, аға сіз қараңызшы, мысалға заңдарды деймін де, біз қабылданып жатқан. Жаңағы ұлттық қор балаларға айтып беремін. Балаңыз нешеу, үшеуі де жаңағы біреуі 4 оқиды, біреуі 3 оқиды деген сияқты. Олар тегін тамақтанатынын да мысалға осы заңмен. Одан кейін вейпті да мысалға жаңағы айтып өттім. Білесіз, Алматының мына мен біз не көшесіне келе жатырмыз, Сайын, Абай Сайынна мен қарая. Сол жерде айтқан Сайын көшесіне не бір бет, фонбет, олимпет бір бәле рекламалар тұратын. 5 мың теңге, 10 мың теңге кешбек бір нәрсе. Қараңызшы, бірде бір реклама таппайсыз. Бұл да заңмен келді ғой деймін. Одан кейін тура сол-ақ екен, қызылға тоқтап тұрмыз ғой. Мопед тоқтайды да біздің қасымызға. Айтында, аға қараңызшы, мопедтің номері бар. Мен осыдан 2 ай бұрын Алматыға келген кезде бір Дубай ма, не сияқты, Дубай емес, Мумбай, Индия сияқты болып кетіп еді ғой. Бәрі не жоқ. А қазір оларға нөмір қойды, қызыл болса қызылға тоқтайды, шлемін бәрін тағады, сергек бәрін біледі, тіркейді, қарайды. Болды, қандай тәртіп болды. Мен айтам да, қараңызшы деп соны түсіндірсім. Осың күшті заң болды деп. Мысалы, көресің, түсіндіру керек, жеткізу керек көп нәрсені. Кейін ол кісіге айтып келе жатырмын осындай жаңағындай, содан кейін мені әкеп тастады ғой. Кеш мен сенімен суретке түсейінші, әкеш қолымды деп мысалға, жаңа Инстаграм бар ма, тіркеліп қояйыншы деп. Қандай жақсы. Айтпесе басында бір мен үнемі айтамын, жаман адам болмайды. Керісінше бірін-бірі түсіне алмай жүрген адамдар, түсінбейтін адам болуы мүмкін. Сондықтан кімнің Әзілхан Нұршайықов атамыздың сөзі бар, ең жаман деген адам өз жақсылығы болады дейді. Мен барынша сол жақсылық көре білуге тырысатын адамдардың қатарында. Енді жақсы, жаман деген ол субъективті нәрсе ғой, өйткені екеуміз жақсы деп отқан адамның бір қырын көрген біреу мүлдем оны жек көруі мүмкін, сондықтан. Дегенмен хейт бар. Бар, иә. Әсіресе әріптесімізге берген сұхбатта болды, өте бір төпеленген сұрақтар болды ғой. Сол кезде бекарыс білет. Енді мен неге салық мәселесіне келгенде ма, мынандай бір мысалға мен жаңа айтайын, командада бір 20 бала салыстырмалы түрде жұмыс істейді. Біреу сайт саласында, IT-да, қорда да балалар. Одан кейін мынау Инстаграм, Телеграм, қазір соңғы уақытта WhatsApp каналда шықты мысалға. Әр баланың өзіндік жұмыс істейтін функциялары бар. Бірақ соның ішінде бәрін басқаратын бекарыс болатын. Мысалға, менде тек қана білем, мысалға, салыққа келген кезде, әйтеуір пандемия кезінде мораторий болды ғой салыққа мысалға. Ол кездері мысалға нулевкамен өткізгенін мен білем. Одан кейінгі нелерде мен салықтың несі келеді ғой, отчетность келген кезде мен айтам, бекарыс, барлығы дұрыс па, барлығын тапсырыңдар, анадан ананы ал. Одан кейін бізде бухгалтер бар, мысалы Нұрсұлтан деген жігіт Симбаев. Ол біздің ЭЦП-ны алады, сол бекарыстың болмасана біздің сабақтарда, ол менің немен шыққан жоқ. Мен өзімде ИП-да жоқ, ИП-м тіркелмегенде, ол сол балалардың, командадағы балалардың. Неге өйттіңіздер? Неге ИП ашпадым деген сұрақ па? Енді мен бізде кезінде телевиденияда, хабарда 2019 жылдары
ИП аштырып бірдеңе жаптырып Айлықшылай істеді, сол иә. кезде сөйтетін, кейін сендердің аттарында ИП болмасын деді. Кейін сол ИП-да бір не болды, 1 теңге қарыз болып қалған. Сосын бұғатталып қалды ма? Бұғатталып қалған кезде мен сол кездегі, мен ондай неге өте щепетильныймын да. Сол кездегі нені нете алмаймын да, ұмыта алмаймын да. Жаңағындай, мен үнемі андай бір немен жүретінмін, синдром отличник дейді, отличниктердің бәрі идеальный, бәрі күшті болу. Дәл сондай нәрсе еді. Енді мен тіпті кафеге кірем, болмаса басқа жерге төлей алмай қалдым да. Сөйтем де мен банкке барам, налогқа барам, налог айтады, сен Алматыдан Астанаға көшіп келген кезде, содан кейін мен жаттымды болды. Соны бізді мен өзі 2018 Instagram деген әлеуметтік желіні бүйтіп бастаған кезде де балаларға айттым да, менің атымда үшін өздерін жүргізсіңдер, өздерін жауап бересіңдер, өздерін. Тура сол секілді мысалы кейіннен қорды да аштық 2020-да. Қордың аты Дәулеттен, қордан да жаңа хейт келеді, кейде адамдар айтады бізге, ойбай сендер ақша ұрлап жатқансың, бүйткен жүргенсің, сен сөйтіп жағдайын жасадың. Мен керісінше біреудің бір ақшасын алып, болмаса бір аманатына қиянат жасауға шыны керек мен өзім қорқатын адам. Өйткені мен сондай бір жағдайларда бәлкім Құдайдан бір жазамды бірден алатын адамдардың қатарындамын. Мен өзімнің жолым жабылатынын мен білемін де. Ал керісінше мен көбірек жақсылық жасаймын, көбірек садақамды беремін, көбірек халықтан алғыс батамды аламын. Мен керісінше жаңағы жолым ашыла береді. Енді ұрпақтың алдындағы жауапкершілік қой бір жағынан. Өйткені сен жасаған әрекеттерге кейде сенің ұрпағың жауап беруі мүмкін деген де бар, мен оған қатты сенемін өзім. Ол да бар, өйткені мен айтамын, мысалға кезінде әкем қарапайым жұмыс істеді, көп адамдар алдап кететін, тіпті әкем есігін істетіп алып, терезесін ақшасын бермей қояды, мен кішкене балам мені ертіп алатын. Ана үйіне барасың, есік қағасың, мысалға, ақшасын сұрайды, жоқ ақша дейді, мысалы, қанша жұмыс істетіп алады да, мысалға. Сөйтіп папам кейде көңіл күй түсіп жатады да, жарайды, жоқ болса болды, сұрай бермейікші, өзін намыстанып кететін де, бірақ Құдайдан қайтарды. Сенен қайтсыншы деп. Кәдімгі сөйтіп, соны кейде ойлаймын да, мысалға, сондай бір ата-анамның несі барлығы Құдайдан қайтсын деп маған келген нәрсе ме. Ал енді мен маған келгеннен кейін менде бәрібір сол ақшамен сыналғаннан кейін ақшаның сынағында жүре берсе екен деймін. Басқа нәрсемен мені Құдай сынамай қойса екен деймін, мысалы, Құдай сақтасын, Сондықтан жаңағындай есеп, қисап, кім не істеп жатыр, мен айтамын главный балаларға. Балалар жұмыстарында адал жасаңдар, ешкімді алдамаңдар деген секілді. Мен оны бәріміз түсіндік, бұл нәрсе бір нәрселер түсіндірілді ғой, бірақ мен сол кезде біз әріптеспіз ғой, біз Хабарда бірге жұмыс істедік, мен сол кезде Дәулет, неге дайындалмадың деген болды менде. Неге? Өйткені тарап кеткен кусоктардан енді оны монтаж бар. Мен ойлаймын, егер мынандай ғой, дайындық болмады ма сол кезде, не болды? Бізде енді күн сайын не ғой, агитация, өзіміздің жоспар болып жүрді. Әлде моральдық тұрғыдан бір түрлі сыну болды ма? Не болды сол кезде? Ол жерде сұхбаттарда мен не ғой, айтып отырмын ғой, күнде агитация не болды, сосын хабарласты, сұхбат берсең қалай болады деп. То есть бүгін деді, жарайды, келдім, бардым, сұхбатымды бердім де, мысалға. Енді ол жерде мен мысалға қанша жерде сұхбат берушімде мен бір журналистке айтқан емес, маған қандай сұрақ қоясын, алдын ала айтып берші, WhatsApp-ыма жіберші деген секілді менде нем жоқ ондай принцип. Сенесің ғой бір түрлі? Әріптеске сенесің ба? Бір сондай болады ғой? Сондай бір не болады. Одан кейін жалпы өзімді принципім, өзімді телевидение жүрген, маған да ұнамайды. Біреу келіп, саған не қоясын деген секілді нәрселерде. Сондықтан келдім, кеттім. Кейін енді сайлау кезде білесіздер, жұмыс көп. Жұмыстан бөлек заказ деген нәрселер де болады. Жаңағы монтаж, мен ол сұхбатты кейін таргеттен де көріп қалдым да, таргет деген ол кәдімгі сен жарнама, сен оны ақылы түрде ақшаны төлейсің ғой. Ол өзінің ақшасын кетірмей біреуден алған ақшаны таргетке жіберіп отырмын, айналып келген кезде мен сондай нәрсені ойлаймын. Өйткені кез келген сайлау алдында қарсыластар бірінің бірін несін не дәлгі авторитетін, болмаса атын, имиджін түсіруге тырысады ғой, мысалы. Сондықтан енді әр нәрсенің өзіндік бір жаңағы айтқандай уақыт сыншы, уақыт емші дейді ғой. Мен жаңағы айтқандай бір оған бір өкпелеп ренжитін де нем жоқ. Яғни бір тұжырым, бәлкім бұл саяси конкуренциядағы имиджді қаралау. Тапсырыс деп бағалау керек, Бірақ сұхбаттарға дайындалу керек. Дайындалу керек. Енді білмейсің ғой сен не сұр. Мен мысалға сіз шақырдыңыз,
мен білмеймін сіздің не сұрайтыныңызды. Мысалы енді сен мен өзі өмірді түсініктімін ғой. жоқ, түсінбейтін адамдар бар. Кім мен просто өмірді қалай бар біз ашық сөйлестік қой, тойда отқанда келіскенбіз негізі. Тойда енді қаржылық сауат туралы болған. Қаржылық сауат туралы басталды ғой. Бастады, енді келіп саяси жаңағы хейт, ана мынау деген кетіп болды. Дәл осы жерлер ертең күні неде жүреді. Иә, жүреді. Өйткені мен жаздым хейт туралы сұрайын Дәулет деп. WhatsApp-та жаздым, олай не қылмайды. Жарайды. Негізі хейтқа иммунитет қалыптасты деп ойлаймын. Өйткені танымал адамдарда болады. Мен айтып отырмын, 2018-2019 жылдары жаңағы баспана бар болсын, мынау алаяқ, банкта айтасың ғой, 3 жыл жина деген кезде, 3 жылда кім бар кім жоқ, пирамида, бірдеңе деген сол. Мен өмір ондай сөз естіп көрмегенмін ғой. Инстаграм жауып тастаймын деген кезде, мынаны жүрді ғой, мені тоқтатқан. Дәулет, сондай алдыда келе жатырсың, ертең бұл халқым саған рахмет айтады деген кезде, мен қайтадан күш жинап, енді хейт жазады, неше түрлі айтады, сосын мен де ойлаймын, жарайды, әр нәрсеге уақыт керек қой, түсіну үшін. Біреу мектепте де бар ғой, біреу бір формуланы бірден түсініп алады, біреу ұзақ ойланады, біреу 5 жылдан кейін. Тура сол секілді мені де түсіне алмай жүрген адамдар өте көп, Әйгерім. Біреу бірден түсініп, біреуіне 5 жыл, біреуіне 10 жыл уақыт керек. Әрине, иә, ол субъективті нәрсе ғой. Бірақ менің жеке басыма келетін хейт үшін, мен мысалы, мен бауырларым үшін жүрегім ауырады. Өйткені олар мен сияқты иммунитет жоқ. Өйткені кейде болады менің бір ағаларымның фейк аккаунттардан ана хейтермен ұрысып жатқанын көремін де, тоқта, қайтесің, ол жазып жатыр. Жақындар қалай реакция береді? Әсіресе мен ойлаймын, менің балам ертең Инстаграмға тіркелсе, мынаны бәрін оқыса, жүрегі ауырады ғой деген сияқты менде болады. Менің призмам. Сізде қалай? Мен айтам, оқымаңдар, мән бермеңдер. Әйеліңіз мысалы. Жоқ, әйелім керісінше мені жігерлендіре ма? Басады, мені жігерлендіреді. Мен ғой ана кішкене. Мен мінезім по характер дегенде анандай қыз ба шайнек дейді ғой. Тез бұрып кете қаламын, сосын тез басыла қаламын деген секілді. Керісінше менің әйелім сондай сабырлы, сөйтеді. Ол айтатын сөзі бар, Дәужаным дейді мен. Ей, Дәужаным, қош. Дәужаным, жүр орнында шай ішейікші. Дәужаным, олар сөйлей береді. Сабырлы ма? Иә, сол жағынан келген кезде, сосын маған айтады, сөйлейді, қояды. Ұмытып кетеді ғой, бәрібір де ертең күні сені көрген кезде ұмытып кете салады дейді. Мысалы, шынымен де. Менің әкем де солай қабылдайды ол нәрселерді. Бірақ бірінен енді марқұм анам оны нететін кейде. Ана ғой. Иә, ана кейде жаңағындай нетеді. Менің парақшамдағы соны көреді. Қарайсың, фейк, не аты да жоқ деген бір логиндер тұрады, соны бүйтіп жазып қояды, жаңағындай сөйтеді. Қараш, балам, мынау сен туралы жазып кетіпті, мынаны неге өйтіп жазды, мен жүрегім ауырып жатыр, ол сені білмейді ғой, мен сені жақсы білемін. Мысалы, сөйтіп жазған кезде мен, мам, пожалуйста, ұйықтаңызшы деп мысалға, көрдіңіз бе? Мүмкін ондай нәрселері де барлығы да денсаулыққа әсер ететін шығар, енді ананың аты ана ғой. Бірақ бір қазір уақыт өте келе менің сол айналамдағы достарымда да иммунитет қалыптаса бастады. Олар маған көреді дейді, мә, сен андай неден қалай асылып қалмайсың дейді, мысалы, қалай сен шыдайсың дейді. Өйткені оларда да кейде хейтке түскен кезде, мысалға, олар ондай нәрсені көтере алмай қалады. Қиын екен. Сондықтан мүмкін хейтерлардың да болғаны жақсы шығар. Сенде иммунитет қалыптасады, олар сен туралы айта жүреді, хейтерлардың өзі де андай ғой, тегін маркетологтар ғой. Ахмат көтереді. Жақсы жағынан қабылдаса. Иә, қиындықтар сен тұлғалық иммунитетін күшейтеді дейді ғой. Бірақ бір сіздің карьераңыз үшін әйеліңіздің жүрегі ауырып қиналған кез болды ма? Менің карьерам үшін ба? Карьерадағы кейбір кезеңдер, журналистикада, мысалы, ток-шоулардағы энергетика ауыр, мысалы. Қиын ғой енді бәрібір де. Енді бірінші айтатыны сол сайлау кезі бар. Денсаулық қой, сол денсаулығыңды күт, ұйықта уақытымен деген секілді. Мен айтып отырмын ғой, керісінше олардың жүрегі ауырмай, менің жүрегім ауырған кезде мені қабылдамайды. Жоқ, мені басады керісінше. Иә, ол солай болу керек. Сен шыдап кет. Мысалы, кейде менде де болады, осыны сайлаудың несінде. Қайдан ғана бардың, енді 68 кандидат кім екенін білмейсің, мысалы, бір ғана орын. Сөйтіп жүрген кезде 4-ші аптада да жаңағындай ғой, хейт бір нәрсесі бар, мен айтып, болды, мен кетем. Болды, иә. Сол кезде мен достарым жаңағындай әйелім болсын айтады, мамам, тіпті әкемді айтады, балам, сен басын бастап қойдың ғой дейді, болды. Бастаған дүниемді аяғына жеткіз дейді.
кейін көресің өз нәтижесі қалай Жігер деген секілді. Иә, сондай да, мысалы көрдіңіз ба, енді әйгерім қанша жерден біз танымал, қанша жерден бүйтіп елге не болған мықты болып көрінгенімізбен біз де ет пен сүйектен жаралған адамдармыз ғой. Темір емеспіз, робот емеспіз мысалға. Сіздің келіншегіңізден тойда отырдық қой, мен былай жұп ретінде бірінші рет бақылауым, былай бірінші рет кездесуім, мән беріп өйтіп бір жағынан сұхбатқа келеміз деп келістік қой. Сол кезде мән бердім. Мен көп жағдайларда кез келген сұхбатта бәрі білет. Менде фемоптика болады, кішкене. Мен феминистпін деп айта алмаймын, бірақ әйелімен қалай екен деймін. Өйткені қыз мақтаған жігітті ел жақтаған деген қазақтың әдемі сөзі бар. Өйткені қыздың интуициясы дегенде, түйсігімен таңдауы деген бар, әйеліне қалай қамқор екен деген сияқты мен мән бердім. Сол кезде шүйіркелесу бір диалогтар, сіздің келіншегіңіз сіздің сыртыңыздан сіз туралы қатты мақтанып қарайтынын көрдім. Сіз байқайсыз ба, байқамайсыз ба оны? Кәдімгідей менің тауым деп тұрады екен де. Қандай күшті деп шын керек сүйсіндім. Демек, бұл мақтан тұтуға тұрарлық бір әрекеттері бар ғой. Не істейсіз? Қалай ол өйтіп сізге қарайтын деген? Бөлісіңіз ал енді кеттік ал. Мен керемет күйеуімін деп. Жүрегін жауладым десе. Гүлдер ма, не істейді? Кейбір адамдар айтып жатады маған, Дәулет, сен жар таңдауда жолың болды дегендей, әдемі үйлеседі екенсіз. Аллаға шүкір, мен де кейде көбірек шүкіршілігімді айтам. Өйткені жаңағы айтам ғой, енді мен ақ көйлегіме дақ түсірмей, соның барлығын дайындап, болмаса сол қабағыма қарап, үйдегі кейде болады, бір шаршап келген кезде де балаларды алады да, өзі сендер шуламай отырыңдар, әкең демалып алсын деп тұр, тіпті балаларды түпір еткізбей, кейде шығып кетеді, кейде үйде де түпір еткізбей, соларды қарап отқан кезде мен өзім бір іштей нетіп қалам, бірақ мен оны сұрамаймын. Мен айтпаймын, мен келемін, мен шаршап тұрмын, баланың нетінде бар сен бүйткеш деген жоқ. Ол өзі сол түсініп, соның барлығын бүйтіп нетіп отырады ғой. Мен де айтқан негізі сұхбатқа келсеңші деген, бірақ ол оның түсінігінде ол андай орысша айтқандай счастье любит тишину дейді ғой. Көп нетпейді. Көп нәрсені афишировать еткісі келмейді мысалға. Мен ғой ол жаңағындай деп нетемде, содан кейін қайтадан жарайды деп басылып сұхбатқа да оны шақырған негізінде, бірақ ол келмеймін деді. Енді біз бала кезден бері бір-бірімізді өте жақсы танимыз, көршіміз, менің анам мен оның анасы, яғни мама дейміз ғой, енді не құрбы болды десек те болады, замандас. Лаураның мамасы кішкене ауырады, сол ауырып қалған кезде менің мамам жылап жүретін. Көңілін алып, мысалға, жаны ашып. Ал енді қазір менің мамам қайтып кетті, мысалға, енем арасында жылап атады, мысалға, ой, құдағиым-ау деп маған WhatsApp-ма жазып жүреді. Кейде мен оны жұбатамын, мысалға, енді босатыңыз, өзіңіз ауырып қаласыз деген секілді, Біз бала кезде бір-бірімізге көрші тұрдық. Мен 98 жылғы ең бірінші көрген. Мен 6-дамын, Лаура шамамен 4-те, сол кезде мен есімде ол қыз. Есігінің алдында. 4-тегі қыз. 4-тегі қыз, үстіндегі киімі бәрі есімде, водолазка ана жерде андай бір 3D сияқты киімдер болатын ғой, сол жылдары водолазка, томпип шығып тұратын, Барби ма, қояным ба, сондай суретті. Ол кішкентай, мен еще далада, ол үйдің ішінде терезенің ар жағында, мен оған бүйтіп, солай қарап. Әйеліңізге 4 жасында ғашық болып қалдыңыз ба? Оның 4 жасында, мен 6 жастамын. Жоқ, енді ғашық деп, балалық не ғой, сол ең бірінші көрген есте қалып қойған кейін, менде бір не болатын, осы үйдегі адамдар, кішкентай балалар тағы кімдер деген сияқты, Содан оның ағасы бар, менің қазір қайнағам екеуміз құрдас, 92-ші жылғымыз мысалға. Сөйтіп мен ойнап жүріп, ұлдар енді бірге футбол ойнаймыз, жаңағы неше түрлі бір есік алдында ойнаймыз, мысалға. Біз жер үйде тұрдық. Сөйтіп танысып, оның қарындасына көзім түсіп, сөйтіп кеттік қой. Бірақ жаңағы айтқандай біз көп жерде бір-бірімізді, білмеймін, мақтанғаным емес, андай көзбен түсінеміз. Андай бір нәрсені айтып, ананы әкеліп үйлесім бар, менде тіпті мынандай жағдайлар болады. Мен өзіме де бір экспериментально жасап көрдім де, мен жегім келген тамақ бар ғой, түскі уақытта. Жегім келген тамақты мен андай асханада, кафеде жейтінмін. Бірақ тура сол тамақ кешке тұратын да. Содан кейін мен қазір не істейтін болдым? Жегім келген тамақты керісінше жемей,
түскі уақытта басқа тамақ жесең, кешкі уақытта мен оны мына тамақты істеші деп айтпасам да сол тамақ көп жағдайда тұрады. Түсінеді. Білмеймін, иә. Өзі. Одан кейін, иә, жаңағындай бір тойда да отырамыз, бүйтіп андай бір кісілер болады ғой, бір-біріне айтып атады. Соны екеуміз бір-бірімізге бүйтіп қарап қоямыз, бірақ сөйлемейміз да. Кейін тойдан шыққаннан кейін мен айтамын, сен ана маған қара, не айтқың келді десем, мысалы айтады, мен мынау кісі қатты мақтанып қойып, енді мақтаншақ екен деп айтқым келді дейді, мысалы. Дәл сол ой, мысалы, менде де сондай ой болып қалады. Премьерін айтып отырмын ғой, мысалы. Құрылар бір-біріне қарайды да, біз бұны сосын талқылаймыз. Сондай болған ғой. Енді отбасыда ол болатын, ол қалыпты жағдайдағы нәрсе деп ойлаймын. Өйткені әйелі, күйеуі сол сырласып, мысалы, кейде болады, мен бүгінгі күнім қалай өтті деп, ол өзінің әңгімесін айтады, мен өзімнің әңгімесін айтам дегенде. Ал егер де ондай ештеңе болмайтын болса, ешкім отбасыда бір диалог болмайтын болса, ол арасы да суи береді, мысалға, иә. Одан кейін мен тағы да бір іштей қуанатын нәрсе, мен шыны керек қазір келін, ене деген өте бір ешқашан бітпейтін, өте бір щепетильный тақырып қой, ене мен келін арасындағы. Ал мендегі жағдайда менің анам мысалға Лаураға толығымен қызындай қарады десек те болады. Ешқандай бір не болған жоқ. Кикілжің де, керісінше. Мүмкін сіз білмеген шығарсыз. 10 жылда мен бәрібір сезуім керек қой. Адам сезет негізінде, мен оны білуде керексін, егерде бір кикілжің не болатын болса. Бірақ мен кейін бір отбасылық неде мен түсінгенім, ер адам көпір бола білу керек екен. Ер адам мықты көпір болса ғана ене мен келін арасында татулық болады. Ал егерде, ол қыз бірден келген кезде ол жақпауы мүмкін, бәрібір де біз айтамыз, келін қыздай болмайды деп те жатамыз, мысалға. Әртүрлі семьяның несі әртүрлі ғой, енді психологиясы, қабылдауы мысалға. Сол кезде мына ер азамат өзі не әйел жаққа кетіп қалмай, немесе мамасы жаққа кетіп қалмай, алтын көпір, мықты көпір бола білетін білсе, көпір бола білсе, онда отбасы жақсы бағытта кетеді. Ал егер келіні былай айтады, енесі, мамасы былай айтады, ортада өкінішке қарай күйіп кететін, выгоранияға түсіп қалатын қаншама ер азаматтарымыз бар. Осы жерде осы нәрсе қиын. Сондықтан да жаңағындай отбасын асыраудағы, отбасын бағудағы жауапкершілік бірінші кезекте ер азаматта болса екен деймін. Үйдегі авторитет адам дейді ғой, мысалға. Ер азамат болса, болды, сол неде барлығы өзі мойынсынады. Мен мынандай бір нелерді көрдім. Бұрын менде университетте талай группаластарым болды, қыздар. Жанып тұр, менен де өткен, менен де мықты оқыған. Мен ойлайтын, мыналар болды. Мен маманың мемлекеттік және жергілікті басқаруы бакалавр. Сонда ойлайтын, осы мамандыққа кетсе осылар точно әкім болады, депутат болады, министр болады, мынаған. Амбиция ма? Сұмдық еді де, бүйтіп жанып тұрған. Бірақ махаббатын кездестірді. Ол өзін махаббатын кездестіру арқылы арқа сүйейтін азаматын көрді ғой. Мынау мені асырай алады. Мынау оқыған, мына жігіт мықты өзінің психологиясымен. Бітті. Анау бүйтіп тұрған қыздардың барлығы автоматты түрде ана жігітіне қарай болды, отағасы үйдегі қазірде бір туған күн бір нәрсеге шақырып жатсам, мысалға өзіміз группаластар кездесіп жатсам, жаңағы күйеуімнен сұранайын, мен айттым, ойбай мынау деген мысалға, көрдіңіз бе? Сондықтан мен бір нәрсені түсіндім, қанша мынау карьера не қуған қыздар, бүйтіп қалған қыздар өзінен мықты арқа сүйер азаматты көрген кезде ана эгосы болсын, жаңағы амбициясы болсын, барлығы басылады, соған автомат түрде келеді. Ал егер ана өкінішке қарай күйеуі ынжық болатын болса, ыңқ-мыңқ болып тұратын болса, анау да өз күш жинай береді ғой, негізі энергия жинай береді де. Жүрші сен, бүйтші, сөйтші, ананы бас, неғып деген сондай бір ұрыс-керіс кикілжің пайда болады. Бұл енді амбиция отбасының контекстінде. Бірақ бәрібір де амбициясын баса алмайтын, амбицияны басқысы келмейтін, амбициясын арманмен қанаттандырып, алға ұмтылып жүретін әйелдер көп қой, әсіресе қазір. Ғашық болса, ол амбиция екінші планға шығып қалады негізі. Ғашық кезде. Білесіз ба, Дәулет? Мен көріп жүрген жұптар бар. Күйеуі мен әйелі бірдей дамып жатқан.
енді әрине әйел бәрібір де үнемі нон-стоп болмайды, өйткені ол декретке барып келеді, бала өсіреді, оның өзінің фокусы балаға болады, сосын қайттан шығады, қайттан анау ұшады, өзінің бір деңгейіне жетеді, тағы екінші бала деген сияқты. Бірақ оның сол қайта күйеуі, жаңа мен құрбымның күйеуі айтады, сен қараң болып кеттің, бар шық жұмыс істеп берші дейді. Барып жарқырап жүр, киініп алып, тықылдап, жаңағы өкшеңмен дейді. Және ол әйел өзінің амбициясын қайта ұмытпау үшін, күйеуіне ұнап тұру үшін тартады. Менде сол ана жігітті мен мыңқылдап қалған деп айтпаймын. Жоқ, ол жердегі мыңқылдау емес, ол жердегі жаңағы ынжықтық нені айтып отырмын менше. Мысалға, қалай айтсам, мен мысалға айтамын да, үнемі айтып жүрем, өзімнің бауырларым болсын, өзімнің айналамда ер адам көбірек ақша тапса екен деймін. Ер адам көбірек, сондай дүниені неткім келеді деймін. Ал егер мынандай болып қалады ғой, ол жаңағы ер адам мүмкін жұмыс істемеуі мүмкін, сосын үйде отыра береді, әйелі жұмыс істеп, ол өзіне энергия, анау кейбір әйелдерді мен көрем сұхбатын, осы өстіп жүріп өзім еркек болып кеттім дейтін де сөз тіркестерін естіген жас. Алмай қалғасын. Көрдіңіз бе, ол мәселе сода. Ал егер де мен құптаймын, әйелі күйеуі бірін-бірі дамытып отыру керек, оқып отыру керек, оқытып, жаңағы ол барған курсқа мен де айтамын, әйелім, екеуміздің арамыз бүйтіп не болып қалмасын, алшақтап қалмасын. Жоқ, екеуміз де бірге қатар жүріп, бірге қатар даму керекпіз. Мысалға шетелге шықсақ та, бір музейге көрсек те, бірдеңе танымдық дүниені қарасақ та, екеуміз бірге дамып өсіп отыру керекпіз деп. Сол кезде ғана отбасыда жаңағында өсу болады. Ал егер де біреуі бүйтіп кетіп, біреуі алшақтап кетеді ғой осында. Одан кейін енді менде де бір мысал болды. Мүмкін ол кейбір адамға ұнайды, кейбір адамға ұнамайды. Мысалға әсіресе әйелдерге бір не болды? Әйел менің күйеуім қашып кетті, алимент төлеме, бірден маған айғайлап жатыр да. Енді ол депутат емес, ол кезде, ол бір пандемияға дейін 2019 жылдар сондай болды. Как будто ана елдің байы мен сияқтымын да бейт. Неге осында бірдеңе деп өзін прям жаңа өкімет неге бүйтіп жатыр, неге бірдеңе деп білмеймін. Сол кездің өзінде де маған нелерін айтатын да мысалға. Енді ана кісіге қараймын да, шашы таралмаған, май, сондай нелері бар. Сосын мен айтамын, кешіріңізші деймін де. Неге маған нетіп жатсыз тікін деп. Егер де деймін де, Құдай сақтасын, менің әйелім тура сіз сияқты болып деймін де. Тура осы мен де бесіп кететін едім деймін. Мысалы, қашып кететін едім. Күйеуіңіз мүмкін дұрыс істеген шығар, сізден қашып кетті. Прям ана несіне тидім де, мысалы. Мен айтамын да, сіз анау жоқ, мынау жоқ дейсіз, құрсын киіміңізді жууға не керек? Ары кетсе бір порошок, бір киім керек шығар, стиральник болмайықты қойсын, қолмен ақ жуып кішкене әйел адам болып өзін күтініп, өзіне қарап, таза ұстап, шашын бәрін май-май қылдырмай соны жуып отыруға болады ғой. Ал енді оның барлығы жоқ болғаннан кейін ер адам еріксіз басқа біреуден жылу іздейді. Басқа біреуден не іздеуі мүмкін мысалға. Бұл жердегі қазір Айгерім екеуміз басталады деп жатырмыз. Дебат жақсы көрмеймін. Бұл жерде мен просто айтқым келетін нәрсе не? Сол дамуда ғой. Мысалға күйеуі мүмкін ол серіктестік даму. Өзі киімін өзі таза ұстап, өзі жаңағы неде болуы мүмкін. Ал әйелі қалып қалды, сосын ол уже не істейді? Басқа адам іздеп кетуі мүмкін де. Біз сынауға мықтымыз, бірақ кімнің өмірінде қандай тағдыр болып жатқан енді кім біледі, оның аяқ киімін киіп көріп жолмен жүріп көру керек дейді ғой. Күйзелісте кейбір адамдар жұмбақ түгілі кейде, өзіңіз айтып отырсыз. Кім біледі қандай жағдай болғанын, кімнен қашқанын. Сондықтан жарайды олардың өмірі. Сіздің келіншегіңіз қазір былайынша балалар өсіп қалды. Үлкені 3 бітірді, 4-ші сыныпқа қадамбыз. Балабақшадағы бала бар ма қазір? Бар. Былайынша алып қарағанда өзінің уақыты өзіне бұйыра бастаған шақ. Аздап, Мен бизнеспен айналысқым келеді, мен тірлікпен, мен шамалы енді карьераға шыққым келеді, мен энергиямды осында жұмсағым келеді дей бастаса. Қалай болады? Біз оның несі бұрыннан бері бар ғой, бизнесі, мысалға мен кезінде таксист, мен курьер болып жүрген кезде ол бизнесмен болатын. Біз тігінге жақсы ғой. Сол кезде мысалға Лаура өзі ИП ашып, Алтын Сапа деген логинмен халат, сүлгілерге именной вышивкалар жазып, оны тігіп сататынбыз Инстаграмда. Алматы қаласы бойынша доставка болған кезде, мысалы, ол мен айтып отыр, 2015-2016 жылдарда айтып отыр, мысалы.
Сол кезде ол сол кезден бері кәсібін дөңгелетіп отыр, мысалы әлі күнге дейін. Қазір енді Инстаграмда оқырманы көбейгеннен кейін бартер дейді ғой, жаңағы бір нелері келіп жатады, солар жарнаманың несімен. Одан кейін қазір колледжде ол сабақ береді студенттерге, сол тігіннен, конструктор моделирование ма, тігіншілік. Содан керісінше мен де оған айттым, сен бар резюменді тапсыр, сен өзің мамандығың ғой, оның ішінде жатқаннен шығу керек, сен де шәкірт тәрбиеле деген секілді. Мысалға мен керісінше оқу, даму, өсу тұрғысына менің өзімде, болмаса біздің отбасымызда не жоқ, запрет жоқ. Керісінше сол кезінде мен 23 жасында, 21 жасында, мен 23 жасымда үйлендім, 21 жасымда Лаура тұрмысқа шықты, мысалға, арамыз 2 жас. Сол кезде де ата-анамыз айтып отыратын, сендер жассыңдар, жас кезде оқыңдар, оқып алыңдар. Кейбір адамдар бар ғой, бітті келін түсті, зачем үйге жұмыс істерсің? Әйелдің орны ас үй. Ас үй, тамағын бер, ондай емес қой. Ондай емес. Жоқ, мен енді ондайға түбегейлі қарсымын. Себебі менің өзімнің қарындасым бар, менің өзімнің 2 қызым бар, мен өзім мәпелеп отырып, оны мен 20 жыл бойы әкесі ретінде, мысалы 20-25 жыл бойы бүйтіп өпілеп-сүпілеп өсіремде, кейін келеді, бір отбасы келіп, оны ас үйге ғана тығып тастайды, дұрыс емес қой ол, мысалға. Сондықтан жаңағы айтқанда енді әркімнің несі түсінігі әртүрлі ғой, оның барлығы сол бір уақыт өте келе бір сол түсініктің қалыптасуымен келетін сияқты нәрсе деп ойлаймын. Менің барлық қыздардың әкесіне қоятын бір сұрағым бар. Қыздарыңызға өзіңіз сияқты күйеу тілейсіз ба? Немесе сіздің әйеліңізбен қарым-қатынас сияқты модель қызыңызға, балаңызда болғанын қалайсыз ба? Баламның да, ұлымның да, қызымның да бақытты болғанын қалаймын. Жақсы күйеумін деп санайсыз ба өзіңізді? Енді мен өз-өзіме баға дәл осы тұрғысынан қатты бере алмаймын, оны мені танитын, жоқ, енді менің де мүмкін бір кемшілік тұстарым болатын шығар, мысалы, мен байқай бермейтін, мысалға. Мүмкін менің кемшілік тұсыма әйелім көз жұмақ қарап жүрген шығар, мүмкін оны қабылдап жүрген шығар, мысалға. Мен көп жағдай айтам, анандай бізде мынандай ғой, егер мысалға 25 жаста үйленді, мына жақта 22-де 25, 25 жасқа келіп, анау 25 жыл бойы өмірі жолы жүріп өткен адам өзгерткісі келеді бізде, өзгертуге тырысады. Ол мүмкін емес нәрсе. Ол 25 жыл бойы өзгермеген адам бір айда, бір жылда, 2 жылда өзгере қалмайды. Тек қана саған ұнамайтын минустарын қабылдайсың да, сол минустан уақыт өте келе адам плюсын жасау керек деп өзім айтамын. Бірақ мен өзімнің бала шағама, қыздарыма қараймын да, маған білімі қатты маңызды емес деп айтамын. Өзім қазір бүйтіп қарап отырсам, лудаман болмаса, қызымды ұрып соғатын болмаса, одан кейін ішімдік, алкоголь дейді ғой, сондай осы 3 нәрсеге мен қатты қараймын. Болашақ өзімнің күйеу баламның ниеті. Ал енді ол колледж оқима, университет оқима, магистратура, бір талап жоқ ол жағынан, мысалға. Ал ұлым жаңағы келін дейді ғой енді. Келінге де бір қатты бір қоятын талабым жоқ, бастысы бірақ қазақ ұлтынан болса деген болды. Менің өзім сол нәрсені... Басқа ұлтқа ғашық болып қалсашы? Енді оны әрине жаңағындай ғой, ғашық адам бәр нәрсеге көз жұмады ғой, бәрін ұмытып қалады. Бірақ балаға бірден бітіп сіңіріп отыру керек қой, мысалға қазірден бастап. GPS, ол жаққа қарама деген. Енді мен де әке-шеше маған сөйтіп айтатын, қазақтың қызын ал қазақтың. Енді бір болып қалады, жаңағы группаластар, болмаса басқа да бір достарын өзге ұлттың бір қызы, мысалға, мүмкін сүйкімді, мүмкін әдемі делік, бірақ сенің ойында бәрібір сенің ата-ананың несі тұрады да, сен қазақ қызы деген сен. Ауымен дейсің де, оған бір махаббат көзбен қарамайсың да, бәрібір таныстық, достық көзбен қарайтын сәттер бол. Сондықтан әрбір үйдегі ата-ана да өзінің қызына, өзіне, ұлына бітіп жай әңгіме барысында айтып отырса екен деймін. Одан кейін енді менде байқаймын, қызымнан ұлдың несіне көп араласады екеуі, тете ғой, бір жасы оңай ғой. Үлкен болғаннан кейін ұлыма көпне сен бүйт, сен сөйт деп, кейде ойлаймын, әйелім айтам, мынау бір қасқыр қайнапай болатын шығар.
ана болады ғой бір семьяларда әр нәрсеге араласып немесе қайсы. Мен ондайды нетпеймін. Менің түсінігімде біздің де отбасыда әркімнің өзінің территориясы болу керек. Ол менің анамның тәрбиесі солай еді. Анам сөйтіп енді орысша оқып, шекарасы болу керек. Тіпті әлі күнге дейін кейде маған айтып жатады, мысалға, сен неге ата-анаңмен бірге тұрмайсың, неге тұрмадың деген секілді. Мен бір емес, бірнеше рет әсіресе анам айтатын, бірге тұрайық, міне немерелер, міне келін, мамам айтатын. Пока біз жаспыз, пока денсаулық барда, әркімнің өзінің шекарасы, әркімнің өзінің ыдыс аяғы болу керек. Мысалы, әйел ретінде мамам айтатын да. Кейін қартайып кемпір шал болып жатқан кезде келерміз сендердің қастарына. Қазір сен де жассың, біз де жаспыз, әркімнің өзінің территориясы. Тура сол түсінікпен, мысалға қазір әкем де, қарындасым да, мен де айтамын, бірге тұрайық, жоқ, әркімнің өзінің территориясы деген. Сондықтан жаңағы мынау қайын сіңліл мәселесінде де бір Лаура мен менің қарындасым арасында да бір кикілжің болған емес. Барлығы сол бір түсіністікпен, оның барлығы мен ойлаймын, әу баста бір дұрыс рельске қойылғаннан кейін сол жол болды деп ойлаймын. Жазылмаған заңдылықтар ғой. Ал енді мұра қалдырасыз ба балаларыңызға? Мұра бар ма жалпы балаларға? Оқуына деп жинап атқан? Мен жинап жатырмын. Қазір бізде мемлекеттік бағдарлама ашылды ғой, келешек бағдарламасы. Бәрі мемлекеттік бағдарламаға. Иә, енді ол заң жобасында өзің жүрсің ғой, мысалға 3 балаға да ашып, мынау қазір Медикош 5 жасқа дейінгі балаға ашылғанға өкімет 260 мың ба сондай премиясын береді. Оның үстіне ол қандай бағдарлама? Келешек бағдарламасы, яғни бізде келешек бағдарламасын балаңыздың біліміне жинау керек ақша. Бұл жерде банктың өзіндік 12-14% мөлшерлемесі бар, плюс мемлекеттің беретін 5-7% тағы мөлшерлемесі, бонус дейді ғой, проценттері. Сөйтіп, сіз балаңыздың 18 жасқа дейін жинай бересіз, шаманы жеткенше негізі минималды түрде бір жылда жиналатын ақша 90 мыңның деңгейінде ғой. Бір жылда салу керек ақша. Супер. Мысалға. Кейін балаңыз 18-ге келген кезде сол ақшаңыз бар өзіңіз жинаған. Одан кейін бағана айтқан ұлттық қор балаларға мемлекеттің қазынасынан берілетін ақша бар, доллармен жинап, сол екеуін бәрін қосқан кезде кәдімгідей қомақты ақша жинады. Одан бөлек мен 3 баламда дүниеге келе сала отбасы банктен счет ашқам. Олардың менің түсінігімде олардың жаңағы пособия, жәрдемақылар ол біздің несібе емес, ол өзінің несібесі деп қабылдаймын да. Солардың ақшаларын мен түгел сонда аударғансыз. Депозитке аударғанмын. Жаңағы Дорада бойында, Послерада бойында мысалға, балаларға қазір Аллаға шүкір, кейін балам сол оқуға түскен кезде, әкем мен Астанада емес, мен басқа қалада Алматыда оқығым келеді деген кезде, мысалы, мүмкін басқа қалаға барған кезде Стэнфорд, Оксфорд үйі болса екен. Жоқ, Стэнфорд, Оксфордты да қазір енді жайлап ағылшынға ден қойып жатырмыз ғой. Жібересіз? Жіберем, өйткені білу керек, білімге ұмтылу керек. Білімді адам озат деп мен үнемі айтып жүрмін. Білімдінің күні жарық деп айтып жүрем, бірақ та ол сол білімге біз шек қоймауымыз керек. Бірақ сол балалардың мен мынау қазір айтып отырмын, 3-4 сыныпқа мен қатты тілден қинаған жоқпын. Қазір мен 5 сыныпқа келгеннен бастап мен кішкене нете бастаймын. Орысша болсын, ағылшынша болсын, басқа тілде болсын, талап қоя бастаймын. Өйткені менің түсінігімде бастауышта бала толығымен өзінің ана тілін меңгеру керек. Бізде ол жағынан қатты бір мәселе жоқ. 3 балам, Аллаға шүкір, керісінше таза қазақ тілінде сөйлейді деп айта аламын. Орысша мүлдем пайдаланбайды. Бұл жетістік қой, көп ата-ана баласын қазақша сөйлете алмай қалған. Әсіресе Астанада ол өте қиын. Сондықтан осындай жаңа келешек бағдарламасы бар, одан кейін жаңа айттым ғой, үйіне деп. Өйткені мен үйдің қиыншылығын өте көп көрген адаммын. Мен Семейден бардым, Алматы пәтерден пәтерге жалдап жүргенде сонда ойлайтын, осы бір Қазақстанда қазақ бола тұрып, осындай бір квартираға деп жармай жүрмін деп бір ашуымнан бұлқан, талқан болып, мысалға. Сол кезде мен айтатын, ертең күні мен балаларым болған кезде бұлай қиналмайтын болады. Жақсы, сөз соңында Дәулет. Енді жоспар құру бір түрлі бір ақмақтың ісі деп айтады ғой, дегенмен де болашаққа бір картина болады, шамамен өзінің қабілеттеріне арналған анализ болады. Келесі созывқа қалай, әлде одан кейін қалай, әлде шетелге кетеміз бе оқуға, не істейміз? Менде бір жабылмаған гештальт бар. Қандай гештальт ол ойбой? Ол Гарвард бизнес скулды оқу. Көп адам кетті осы кезде. Осы кезде оқып жатыр. Достарым көп жүр сонда. Менде бір-екі танысым барды, мен сол Америкада болған кезде де сол Гарвардта болып
күшті бір әсер алдым да енді несімен. Бір сол нем жабылса екен дем, өйткені Аллаға шүкір, мен магистратура, былтыр докторантурамда докторскийімді қорғадым, бірақ осы Қазақстанда, мысалы. Қандай тақырыпта? Баспана мәселесінде, экономика мамандығы бойынша сөйтіп докторлықты қорғадым, бірақ менде сол әлі не жабылмай тұр. Гарвард бизнес скул. Гарвард бизнес скул, құдай қаласа, оған да әрине экономика бойынша дайындық керек, мүмкін маркетингті да қарармын. Осы. Қашан? Дедлайн бар ма? Өзіне қойған? Менің дедлайнымда болған бір 25-26 жылдар болады негізінде. Бірақ енді біздің Сазовпен әзірге келмейді. Бірақ мен ойлаймын, осы Сазов біткеннен кейін сол бір арманымды, болмаса сол бір мақсатымды орындау мақсатында да, сол білім қуалау мақсатында да сол ойыма жетем деген ниет бар. Жақсы жаңалығыңызбен бөлісіңіз енді онда. Бұйырсын. Гарвард бизнес скулдың болашақ студенті Дәулет Мұқаев, шынайыда, құрметті достар, қай тұсы ұнады, қандай инсайттар бар, ойларыңызды ортаға салып, пікір жазыңыздар, депутатқа қояр сауалдарыңыз болса да қалдырып кетіңіздер, оқимыз ғой комментарийлер. Дәулет Мұқаевқа да жазсаңыздар болады, о жағынан ашықпын, енді мен барынша ашықпын. Оны білеміз. Жақсы, рахмет, сауатты қазақ көп болсын, қаржысыз қазақ көп болсын, қазақтың бәрі бай болсын.